орынсыздар бүгінгі Күйқазан кешінің қонақтары. Бүгін мен сіздерге Құрманғазы Сарыбайұлының Ақсақ киік деген күйін орындап беремін. Құрманғазы Сарыбайұлы 1823 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысында Жаңа Қала деген ауданда дүниеге келген. Ол кісі қазақтың ұлы күйші композиторы, білекті тұлғасы, домбырашы. Оның тікелей оқушылары Дина Нұрпейісова, Ерғали Есжанов, Меңдіғали Сүгіров. Ол кісінің күйлерін біздің заманымызға жеткізген кісілер Ахмет Жұбанов, Қали Жантүлегов. Ал енді күйдің аңызына тоқталсақ. Ертеде Құрманғазы нағашы ағасы Төремұратпен аңға шықты. Бірде тоғайдың ар жағынан киіктер атып жүгіре бастайды. Сонда аңшылар болса киіктерді шет жағынан ата бастайды. Сонда аңшылардың бірі Құрманғазыға: "Ей Құрманғазы, ер жігітсің бе? Мылтық ұстап көрдің бе? Кәнеки көрсеші мергендігіңді" дейді. Сонда Құрманғазы намысқа тиіп, мылтығын қолға алып, киіктің дәл аяғына тиеді. Киік болса үш аяқтап, ақсандап қаша жөнеледі. Қараса, қасында кішкентай құрабай бар екен. Ол құрабайын басымен итермелеп, қаш тепкен белгіні береді. Құрманғазы соны көріп, мұңға батады. Ақсақ киікті қуып жетеміз деген аңшыларды Құрманғазы сол кезде тоқтатып, үрге ойнай бастайды. Сонда күйдің соңында Төремұрат: "Ей Құрманғазы, жаңағы ойнаған күйінің аты қалай? Бұрын соңды естімеген күй сияқты. Осы күйді естігенде бәріміз мұңға баттық." Сонда Құрманғазы: "Жанның бәрі жан, тірінің бәрі тірі. Жаңағы киік өзі ақсап жүрсе де, баласының қамын ойлап, басымен итермелеп қаш деген белгіні білдіреді. Сол көрініс мен жүреме батты. Мен мұңға баттым. Содан күйдің атын Ақсақ киік деп қойдым." Ал енді, құрметті көрермендер, сіздерге күйді орындап берейін.